Сәлем, балалар. Спорт денсаулықтың кепілі. Бірақ спортпен шұғылданғанда қауіпсіздік ережелерін сақтау өте маңызды. Бүгін біз жарақаттан қалай сақтануға болатынын бірге үйренеміз. Спортты бастамас бұрын міндетті түрде қыздыру жаттығуларын жасаймыз. Жеңіл жүгіру, қол мен аяқтың созылуы бұлшықеттерді қыздырып жарақатты азайтады. Ыңғайлы спорттық киім мен аяқ киім кию қауіпсіздіктің басты шарттарының бірі. Тізеқап, шынтаққап сияқты қорғаныш құралдары денеңді қорғайды. Спорт кезінде дене тез қызып су жоғалтады. Сондықтан үнемі су ішіп ағзаңды сусыз қалдырмау керек. Әр спорт түрінде дұрыс қозғалыс жасау өте маңызды. Допты дұрыс лақтыру, секіру немесе жүгіргенде дұрыс қадам жасау жарақаттан қорғайды. Жүгіру жолында бір-біріңді итермеңдер, алдыға шығу үшін иықпен қағуға болмайды. Қауіпсіз қашықтықты сақтап жүрген дұрыс. Доп, секіртпе немесе ракетка болсын, әр құралды дұрыс ұстау және пайдалану керек. Құралды дұрыс қолданбау жарақатқа әкелуі мүмкін. Мұғалімнің нұсқауын тыңдау қауіпсіздіктің ең тиімді жолы. Ережені сақтау өзіңді ғана емес, достарыңды да қорғайды. Егер өзіңді шаршағандай сезінсең, міндетті түрде үзіліс жаса. Денеміз демалғанда күшіміз қалпына келеді. Егер аяқ, қол немесе тізең ауырып қалса, оны жасырма. Бірден мұғалімге немесе үлкендерге айту керек. Бұл қауіпсіздік үшін өте маңызды. Спорт көңілді әрі пайдалы. Ал қауіпсіз ойнау жауапты спортшының басты қасиеті. Есіңде болсын, қауіпсіздік ережелерін сақтасаң, спорт саған тек қуаныш сыйлайды. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.